Қайырлы кеш, құрметті менің тұрақты көрермендерім мен қонақтарым. Срочно кешегі саяхат тақырыбына бір маңызды ақпаратпен қазір бөліскім келіп тұр. Мен осы бір аптадай бұрын Инстаграмнан Гүлдара төменгі сызық Истанбул деген бір парақшаға жазған едім. Сол өзіміздің қазақтың қызы, Уральскінің қызы, Стамбулда тұрғанына бірнеше жыл болған. Сол қыз Стамбулға 5 күнге бәр жоғы 210 мың ғана теңгеге турлар ұйымдастырады. Бұл жарнама емес. Ол қызға менің жарнамам қажет емес. Оның оқырманы да, оның қызметін жаңағы алғысы келетін Қазақстаннан баратын туристер де жетіп жатыр. Менің сіздерге айтып тұрған себебім, шынымен де мен ол кісінің жаңағы сторизлерін қарадым, туристерді Стамбулда қыдыртып жүрген. Сол кезде туристер жаңағы өздерінің әсерлерімен бөлісті, олардың түрлерінен өте риза екендері көрініп тұрды. Енді қазір дәл ғана мен қазір Гүлдараның тікелей эфирін көріп шықтым. Енді не отходя от кассы, сіздермен сол пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп тұр. Гүлдараның инстаграмын мен қазір осы видеоның астындағы описание деген жер болады ғой, соған жазамын. Соған тіркеліңіздер. Сосын жаңағы Стамбулға 5 күндік бар жоғы 210 мың теңге ғана тұратын турын жаңағы пайдалануыңызға болады. Гүлдараның айтуы бойынша бұл соманың ішіне ұшақ билеті кіріп тұр, және 5 күндік қонақ үйге тұру, қонақ үйде тұрасы сол кіріп тұр, және бір Босфордың маңына, мен Стамбулды өте жақсы білмеймін, Босфордың маңына өте тамаша ресторанға, жаңағы таңғы асқа шақырамын деді, қызықты жерлерді көрсетемін деді, өзімнің авторский турым деді. 210 мың теңгеге Стамбул деген тарихтың шежіресі болып есептелетін қалаға мұндай турлар табылмайды. Мен өзімнің біраз тәжірибем бар, мен білемін. Сондықтан да жаңағы арзан әрі сапалы демалғысы келетін менің көрермендеріме, оқырмандарыма бір көмек болсыншы, барып көрсінші, жақсылап демалсыншы деген оймен ғана айтып тұрмын. Әйтпесе Гүлдараны мен танымаймын, ол кісі мені танымайды. Тек қана осы пайдалы ақпаратты мен қазір естіп қалдым да, тезірек сіздермен соны бөліскім келді. Парағына жазылыңыздар, тікелей эфирге ол кісі жиі шығып тұратын болды. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Одан басқа оның Каппадокияға жаңағы турлары бар. Одан басқа ол жаңағы оптом киім алып сатам деген адамдарға көмектеседі. Көп пайдалы нәрсе жасап Стамбулдан қазақтарға көмектесіп жүрген біздің өте бір ашық, жарқын, аңқылдаған сіңіліміз. Жазылыңыздар, өкінбейсіздер деп ойлаймын.